Саламатсыздар ма? Мен номер 26 Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Махубек Назерке Ерланқызы боламын. Мен бүгін сіздерге Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын өлең термек үшін» атты шығармасын ұсынғалы отырмын. Мен жазбаймын өлең термек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талаптығар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзукел қисық қыңыр қырын келмейім, сыртын танып іс бітпес сырын көрмейім. Шу дегенде құлағың тосан сиді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмейім. Таңғаламын алдыңға айтқандықпай, және ете бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым, әзірет әлайды қарсыз, мұнда жоқ алтын ек сарала қыз. Кәрлікті жаманда бөлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіресе қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз айттық бір байқарсыз. Батырдан барымташы туардан ғой, қыз жылда, қызық жылда өрі жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елір мелі мас күннен байқалған ғой. 5-6 мыйсыз бәңгі күлсеміз боп, қиналмай қызыл тілді кел, тілді ал ғой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын, мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіне пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түзге. Сән қой, дәм қой, ойнашы, керім кербез, қанша қызық болады өзіңізге.